Ай, бәрекелді, құрметті көрермен, студиямызды тамаша көтеріңкі көңіл күйге бөліп, Жарапазан әнін сіздерге шырқаған Дәрбаевтар отбасылық ансамблі сіздерге көптен көп рахмет, зор алғысымызды білдіреміз. Ассалаумалейкум. Уағалейкумассалам, қош келдіңіздер. Ал енді Дәрбаевтар ансамблін біз тек қана Жарапазан әнмен жібере алмаймыз. Жұп болсын деп екінші ән сұрасақ деген ниеттеміз. Осы ансамблдің жетекшісі Ибрагим ағамызды да ортаға шақырсақ, және Меруерт, келіңіз, қатарға қосылыңыз. Екінші бір ән шырқап берсеңіздер, қандай туынды болады орындайтындарыңыз? Сәкен мырза. Екінші әніміз Неке жүзік деген әнімізді орындап берсек деп отырмыз. Қабыл алыңыздар. Тамаша. Сөзі Бағдат Әбішевтікі, әні менікі. Қабыл алыңыздар. Неке жүзік әні. Неке жүзік, саусағыңа таққанда. Бақытты күн саған бүгін, сезінесің бе гүлім? Барлық әлем әсем әуен, арнап жатыр ән жырын. Асыл жарың, ғашық жаның, енді сенің жаныңда. Еріп келді, көріп берді, бүгін атқан таңыңа. Екі тілек бірін-бірі тапқанда, екі жүрек ғашық оттың жаққанда, екі көздер алаулайды шаттықтан. Неке жүзік, саусағыңа таққанда. Неке жүзік, саусағыңа таққанда. Өмір дастан, көңіл аспан, раушан гүлдей ашылсын. Есік ашқан, екі жасқа, маржан тілек шашылсын. Ән салайық, тамсанайық, махаббаттың жолында. Жар салайық, барша байлық, жас жұбайлар қолында. Екі тілек бірін-бірі тапқанда, екі жүрек ғашық оттың жаққанда, екі көздер алаулайды шаттықтан. Неке жүзік, саусағыңа таққанда. Неке жүзік, саусағыңа таққанда. Екі тілек бірін-бірі тапқанда, екі жүрек ғашық оттың жаққанда, екі көздер алаулайды шаттықтан. Неке жүзік, саусағыңа таққанда. Неке жүзік, саусағыңа таққанда. Отбасылық Дәрбаевтар ансамблі әндеріңіз қандай, сәндеріңіз қандай, көп рахмет сіздерге, зор алғысымызды білдіреміз. Енді осындай тамаша көтеріңкі көңіл күйге толы әннен кейін бағдарламамызды біз сұхбатпен жалғастырайық.
Ибрагим аға, Сәкен мырза, Сұлушаш, Ая, Меруерт, келіңіздер, диванға жайғасыңыздар. Кішкентайларымыз осы жерде қала берсін. Ал, төрлетіңіздер, жайғасыңыздар. Төрлетіңіз. Көңіл күйлеріңіз қалай? Тамаша. Кел қызым. Алғысымызды білдіреміз. Көп рахмет Кел аға. әндеріңіз үшін. Ал, кішкентайларымыз да қасымызға келетін болды, барлығымыз жайғасатын болдық. Кел. Ешкім қалып қойған жоқ па? Және бір қызымыз бар бізде. Кел, қатарға қосыл. Немерелердің ішіндегі ең үлкені ғой, Ибрагим аға. Екіншісі ма? Көңіл сүйса бәрі сият деп, осы жерге ыңғайланып, мінекей сүйісіп отырыңыздар. Ал, қош келдіңіздер тағы. Қалайсыздар? Жақсы жеттіңіздер ма? Жаңа ғана енді Жарапазан әнін шырқадыңыздар, бірақ сіздердің орындауларыңызда Жарамазан деп айтылды. Неліктен осындай екі түрлі нұсқада бұл сөз, бұл ән екі түрлі атаумен аталады? Неліктен сіздердікі Жарамазан? Енді Жарамазан және Жарапазан екеуі бір сөз. Өйткені мынау әр өңірге байланысты бұл сөз әртүрлі аталады. Оңтүстікте мысалы үшін Жарамазан, басқа жерлерде енді Жарапазан деп айтылады. Негізі бұл арабтың жа деген сөзі, ол хабарлау, жария қылу дейді. Сол сөзден шыққан Рамазан деген, Рамазан айын хабарлау, сүйіншілеу несінде болып тұр ғой, мағынасында болып тұр. Мысалы үшін қазақта үйленген кезде жар-жар айтылады. Сол жар-жар, сол жариялау деген сөздің мағынасын береді, халыққа жар салады, жар-жар деп. Көпшілікті Рамазан айының келуімен құттықтап, Жарамазан, Жарапазан әнін шырқадыңыздар. Құрметті көрермен, ұстаған оразаларыңыз баршаңызға қабыл болсын деген тілегімізді жолдаймыз. Енді отбасылық Дәрбаевтар ансамблінің еңбек етіп келе жатқанына 30 жылдан астам уақыт болды. 30 жылдан астам уақыт бұрын Ибрагим аға, Әлия жеңгемізбен өздеріңіз осы отбасылық ансамбльді құрдыңыздар. Жалпы нағыз ұрпақ сабақтастығы дегенді сіздерге қарап аңғаруға түсінуге болатындай. Бүгінгі осы ұжымды кішкене толығырақ таныстырып өтсеңіз, Ибрагим аға. Негізі мен папасымын, ұйымдастырушым, продюсерім Ибрагим. Үлкен ұлым Сәкен. Сәкеннен кейін Меруерт деген қызым. Меруерттен кейін тағы Гүлден деген қызымыз бар. Ол да әнші. Ол бірақ бүгін декретте. Гүлденнен кейін Ая деген қызымыз. Келіншегім Әлия, ол үйде енді. Ал енді Сәкеннің балдар, немерелеріміз. Таңшолпан да барабанда ойнаған. Скрипкада кім? Айгерім. Одан кейін Алинур барабанщик тоже. Одан кейін Нұрдина деген атасының қыздары. Және осылардың мамасы, анасы Сұлушаш. Сұлушаш келдіңіз. Тамаша, керемет. Жалпы осы сіздердің ансамбльдеріңіздің құрылғанына 30 жылдан астам уақыт болды деп отырмыз ғой. Қазір сонау бір өткен жылдарды еске түсіретін бір әдемі біздің көріністеріміз бар, сіздердің отбасыларыңызға қатысты. Сол бейне көріністі көпшіліктің назарына ұсынсақ деген ниеттеміз. Және осы бейне көріністі тамашалай отырып, Ибрагим аға, сіз өткен жылдардан бір әдемі естеліктерден сыр шерте отырсаңыз. Жарай ма? Мінекей, мұна бір көріністер. Мұна бір қай жылдар? Бұл 2008-2009 болуға. Ретро жұлдыздар деген концерт. Ретро жұлдыздар шақырады. Ескі әндерді, ескі әншілер орындайтын концерт. Оны Гүлден деген қызымыз. Қарап отырсақ, енді 20 жыл уақыт өтіп кеткен екен, Сіздерге қарап отырып, мен таңғалып отырғаным, таңырқағаным, аса бір қатты өзгеріс жоқ сияқты 20 жылдың ішінде соғалыпсыздар. Осы ұрпақ сабақтастығы деп отырмыз жаңа ғана, Енді мына кішкентайлардың барлығы музыкаға икемделіп, сол бағытқа қарай бет алған екен. Кәдімгі музыканы оқып жатыр ма кішкентайлар қазір? Мына үлкен Таңшолпан фортепиано аспабына барады, Айгерім скрипка аспабына барады, Алинур биылдан бастап, мына бірінші жыл вокалға барады. Барлығы музыка мектебіне барады. Негізі барлығы өнерге барады болашақта. Алға қойған мақсат белгілі, мамандықты да таңдап қойдыңыздар. Біз оларға болсаң да боласың, болмасаң да болмайсың деп атқан жоқпыз. Өзіміз, балдардың өздері, айнала төңіректің бәрі аспап, оған кейін байтыр, сол жүрген жеріміз бәрі осындай концерт той болғаны кейін өздері соған тағыланып,
өздерінің инициативасымен өздері соған жалғастырып жатыр. Жақсы. Сіздердің отбасыларыңызға қатысты тағы да бізде Қазақстан ұлттық телеарнасының мұрағатында сақталған бейне көрініс бар. Тағы да өткен жылдарға бейне саяхат жасасақ, бұл бейне көріністі де сіз тамашалай отырып, Ибрагим аға, өзіңіздің комментарийіңізді бере отырсаңыз. Ол Меруерт па? Бұл Гүлден деген қызымыз. Али апайымызбен, иә? Бұл енді бұның алдындағы концерт. Жаңағы мұның 2005-тегі. 2006 сол жылдары. Ол ән Бекжігіт Сердалы деген композиторымыздың әні. Ол ән біздің Дәрбаевтар ансамблінің төлқұжаты десек болатын шығар. Әлия жеңгеміз қазіргі уақытта сахнаға шығып жүр ме өзіңізбен? Шығып жүр ғой енді әрине, бірақ енді балдарға да қарап көбінде сол үйдегі тірлікпенен айланып қалып жатыр. Негізі біздерде бұнада шектеу жоқ, қайсымыз бәріміз топырлай береміз ба деп жаңағы сол жаңағы. Сіз Али апайымыз студиямызға келмегеніне қарағанда тағы да декреттеме деп ойлап қалдық қой. Енді Меруерт, сіз өзіңіздің жеке шығармашылығыңызды қолға алып жатырсыз ба, әлде осы ансамбльдің құрамында ғана ән салып жүрсіз бе, қалай болып жатыр? Жоқ, мен жеке шығып жүрген жоқпын. Көбісі айтады, жеке шықсаң қалай болады деп ұсыныс тастап жатады. Жоқ, мен жекеге дайын емеспін, оның үстіне мынау бұрыннан келе жатқан отбасы, мен бірге болуым керек деген ұғыммен осындай бір немен өстіп өмір бойы жалғастыру, еңбек етуде. Негізі әрқайсымыз әр жерде әртүрлі сол өнерге байланысты жұмыста қызметте жасаймыз. Бірақ негізгі осы Дәрбаевтар ансамблі. Негізі осы Дәрбаевтар ансамблі. Жақсы. Енді Ая, сізді де сөзге тарта отырсақ, тек ән өнерімен ғана шектелмей, кейінгі кездері біраз телехикаяларға түсіп, актриса ретінде көпшілікке танылып қалдыңыз, иә? Қандай кинотуындыларға түсіп үлгердіңіз? Осы Қазақстан телеарнасында Қара жорға деген сериал болатын, егерде естеріңізде болса, сол жақта басты рөлде Зере атты кейіпкерді сомдаған болатынмын. Одан бөлек бастық боламын деген секілді жаңағы ситком жанрларында, қыз қиялы, одан бөлек жақында шыққан Бұйымтай атты сериалдарында басты рөлдерді сомдадым. Бірақ енді жаңағыдай ағам, папам айтып өткендей, біздің негізгі мақсатымыз жаңағы Дәрбаевтар ансамблін қолға алу, жарыққа шығару мақсатымыз сол. Кәсіп мамандығым сондай. Қазіргі таңда Темірбек Жүргенов атында Қазақ ұлттық өнер академиясында оқимын. Жақсы. Таңшолпан да бізде киноға түсті. Балалар фильміне түскен. Таңшолпан бағдарламасына Таңшолпанның қонаққа келуі бір жақсылықтың нышаны деген ойдамыз. Иә, бізде Таңшолпан қызымыз осы бағдарламада бір Таңшолпан бағдарламасында алдыңғы шыққан кезде осы Таңшолпан деген әнді айтып, Таңшолпан қызымызды көрсетіп, және бұл кісілердің көшесінің аты да Таңшолпан деп. Сондай бір жақсы бір қызық. Тамаша. Көшемізде Таңшолпан, әнімізде, қызымызда Керемет. Таңшолпан бағдарламасындамыз. Және бүгін Таңшолпан бағдарламасына қонаққа келіп отырсыздар. Өнер жолы ауыр жол деп айтып жатады ғой, бірақ сіздерге қарап отырсақ, өнер жолы қайта бақытқа бастайтын жол деп айтуға болатын сияқты. Өйткені сіздерге қараған кезде өзінің өмірлік мақсатын өнерден тапқан шынайы бақытты жандарды көреміз. Осы бақыттарыңыз баянды бола берсін. Бүгін студиямызға келгендеріңіз үшін сіздерге көптен көп рахмет, алғыс білдіреміз. Студиямызда қонақта болған Дәрбаевтар отбасылық ансамблі. Ұлттық арнадан ұзап кетпеңіздер.